Видео акцияларға арналады. Ең көп саудаланатын бағалы қағаздардың бірі ол акциялар екені көпшілікке мәлім. Осы видеода акциялардың түрі және одан түсетін пайда, дивиденд жайлы болмақ. Қызық болатынына сенімдімін. Видеоны аяғына дейін қарауды ұсынамын. Акциялар түрі бойынша артықшылығы бар және жай акциялар деп бөлінеді. Дауыс беру мүмкіндігі, дивиденд, ликвидация жағдайында мүлікті бөлу ерекшеліктері бойынша осы акциялар бір-бірінен ерекшеленеді. Дауыс беру құқығы бойынша жай акция иегерлерінің жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру құқығы бар. Ал артықшылығы бар акция иегерлері үшін бұл мүмкіндік шектеулі. Дивиденд төлеу бойынша да біршама артықшылықтар бар екенін атап өткен жөн. Жай акция иегерлеріне дивиденд тек акционерлік қоғам белгілі бір табыс алған жағдайда ғана төленеді. Ал артықшылығы бар акция иегерлеріне дивидендтің келісілген мерзімде үздіксіз төленуі міндетті. Үшінші ерекшелік ликвидациямен байланысты. Егер компания ликвидацияға ұшырайтын болса, яғни қарапайым тілмен айтқанда, егер компания жабылатын болса, артықшылығы бар акция иегерлері компанияның кредиторларынан кейін компания мүлігіне ие болады. Ал жай акция иегерлері осы артықшылығы бар акция иегерлерінен кейін мүлік бөліміне қатыса алады. Сонымен қатар акцияларды дивиденд төлеу ерекшелігі бойынша да екіге бөліп қарастыруға болады. Дивидендтік акциялар және өсім акциялары. Оларды ажырату өте оңай. Дивидендтік акцияға компания дивиденд төлейді, ал өсім акцияларының иегерлері тек қана акцияның өсімінен ғана табыс көре алады. Яғни, акцияның бағасы өскеннен кейін ғана акцияны сату арқылы пайда алады. Компания қандай суммада дивиденд төлейді? Оны қалай есептейтіндігін айта кетейік. Дивиденд үшін төленетін ақша дивидендтік табыс немесе ағылшынша dividends per share деп аталады. Оны есептеу өте оңай. Дивидендтік табыс дивидендке төленген сумманы компанияның шығарған акцияларына бөлгенге тең. Негізі ол ақпаратты есептемей-ақ компанияның сайтынан таба аласыздар. Ең маңызды сәт, дивидендті әр компания әртүрлі уақытта және әрқандай жиілікпен төлейді. Мысалы, әр сайын дивиденд төлейтін компанияларда немесе жылына бір рет қана дивиденд төлейтін компанияларда болады. Компаниялар мүлдем акция үшін дивиденд төлемеуі мүмкін. Бұл суретте Coca-Cola компаниясының дивидендтік төлемі бойынша ақпарат көрсетілген. Қарасаңыздар, ең жоғары жағында компания дивидендті төлеу уақытын алдын ала жариялай алатындығы көрсетілген. Біраз күн бұрын дивиденд төленіп кеткендіктен әзірше ол ақпарат жоқ. Бұл жерде дивидендтің суммасы, яғни бір акция үшін $0.42 төленетіндігі көрсетілген. Әрине, бұл мардымсыз сумма, және көптеген компаниялар үлкен көлемде дивиденд төлемейді. Алайда, сізде бірнеше акция болатын болса, дивидендтік табысыңыз артатыны сөзсіз. Үшінші қатарда дивиденд төлену жиілігі көрсетілген. Coca-Cola'ның компаниясы 90 сайын дивиденд төлейді. Соңғы дивиденд акционерлерге 2021 жылдың 12 қазан айында төленген. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Табыстарыңыз арта берсін. Назарларыңызға рахмет.